Қазақстан Республикасының халқы, 25 мыңы Ресей Федерациясының халқы, 22.500-і басқа мемлекеттерден келген. Оның қасында тағы 2 елді мекен бар, Ақай және Төлетам деген. Барлығы қосқанда 95 мың арасында халық тұрады. Сол халықтың сонысын елбасына мен жеткіздім. Жалпы жаңағы Ресей Федерациясы Қазақстан Республикасына жаңағы арендалық қаржы төлейді, соның 20%-ын Байқоңыр қаласының әлеуметтік жағдайын жасаруына жұмсау бойынша. Өздеріңіз білесіздер, Байқоңыр қаласы бүгінгі күні Ресей Федерациясының арендасында тұрғандықтан біз Қызылорда облысының бюджетінен оған дамуына қаржы бөле алмаймыз, үкімет оған республикалық бюджеттен бөле алмайды. Сондықтан осы мынау арендалық қаржыдан 20%-ын осы әлеуметтік жағдайын дамуы бойынша ұсыныс айттым. Ол кісінің тәрбиені қолдауын күтеміз. Тағы ол кісінің тапсырмасына сәйкес біздің Қазақстан Республикасының бірінші президенті елбасы Нұрсұлтан Әбішұлы Назарбаевтың және Қазақстан Республикасының президенті Қасым-Жомарт Кемелұлы Тоқаевтың тапсырмасына сәйкес осы Байқоңырдың жанынан біз арнайы экономикалық аймақ ашу бойынша тапсырма берген болатын. Бұл бойынша да біз бүгінгі күні тиісті жұмыстар жасап жатырмыз. Егер біз осы бүгінгі күні Бақытжан Намаев қызу айналысып жатыр осы мәселемен. Әлі сол арнаулы экономикалық аймақтың концепциясын біз жасадық. Сосын екі үкіметтің Қазақстан Республикасы мен Ресей Федерациясының келісімі бойынша жобаны жасадық. Тиісті мемлекеттік органға бердік. Министерство индустрии и инфраструктурного развития. Кеше мен Астанаға барғанда министрмен кездестім. Тиісті жұмыстар жасалғаны бойынша келістік. Скрярмен Жеңіс Қасымбекұлымен де келістім. Жеңіс Қасымбекпен де ертең Астанаға барған кезде осы мәселелер көтеріледі. Бұл бойынша да біз жаңағы туристік үлкен зона ашылуына байланысты облыстық бюджеттен 70 миллион 500 мың теңге қаржы бөлгенбіз. Техник-экономикалық негіздемесіне бүкіл материалдардың бәрі мемлекеттік органға берілді. Енді егер біз осы мынау аймақты ашатын болсақ, қазір мемлекет басшысы бізге үлкен талап қойып отыр. Ең басты біздің жұмысымыз мынау жұмыссыздықты азайту, жаңа жұмыс орындарын ашу және мынау индустрияны дамыту бойынша деп. Егер осы арнаулы экономикалық аймақтымызды ашатын болсақ, онда тек қана Байқоңыр қаласы емес, бүкіл өңіріміздің экономикасы әртараптан үлкен жаңағы сол жерден мекемелер ашатын болсақ, қасынан мультипликативті кішкентай шағын мекемелерді ашады, шағын орта бизнесі дамиды, жалпы бизнеске қолайлы жағдай болады. Осы бағытта да біз Астана жаңағы финанс қаржы институттарымен шетелдік және өзіндік инвесторлар тарту бойынша жұмыс жасап жатырмыз. Мемлекет басшысы облыстың әлеуметтік экономикалық даму әлеуетін арттыру, оның ішінде экономиканы әртараптандыру аясында халыққа жаңа жұмыс орындарын ашу, елді мекендерге көгілдір отынды жеткізуді жалғастыру, Қызылорда қаласындағы шыны зауытының құрылысын аяқтау, Арал теңізінің солтүстік бөлігін сақтау және Байқоңыр қаласындағы еркін экономикалық аймақ құру, қаланың инфрақұрылымын дамыту мәселелері бойынша нақты тапсырмалар берді. Құрметті әріптестер, өздеріңіз көріп отырғандай, президенттен берілген тапсырмалардың барлығы аса маңызды. Біз мемлекет басшысы берген барлық міндеттерді тапсырмаларды мүлтіксіз әрі өз мерзімінде жүзеге асыратын боламыз. Оған сеніміміз мол. Енді сөз соңында Арыс қаласында орын алған төтенше жағдайға байланысты облыс тарапынан осы уақытқа дейін көрсетілген көмектер туралы және алдағы уақытта онда жасалатын құрылыс жұмыстарының барысы жайлы қысқаша айта кетуге рұқсат етіңіздер. Арыс оқиғасы бізге бейбіт күннің қадірін бір сәтте білдірді. Бұл оқиға барлығымыз үлкен күйзеліспен қабылдады. Өйткені бұл төтеден келген әрі ел күтпеген үлкен жағдай болды. Дегенмен жұртымыз қазақы дәстүрмен ел болып, жұмылып, ауызбіршілікпен аштықтардың жанына шию көңілдеріне демеу бола білді. Бұл арада Қырымбек Елеуұлының айтатындай, сын шақтарда сыр алдырмайтын сыр елі де өзінің елдігін танытып бірлігін көрсетті. Жергілікті әкімдіктер ең алдымен өздеріңіз білесіздер, 24-інде Арыс қаласында үлкен жарылыс болған кезде Қызылорда қаласында осы жерде жаңағы темір жол станциясында пойыздар тоқтап қалды. 13 пойызға дейін тоқтап қалып, әрі қарай Арыс қаласында пойыз жолдарының жаңағы іске шығуына байланысты осы жерде үлкен кептеліс болды. Енді Қызылорда облысының жұртшылығы барлығы жаңағы бір жылдай жұмылып, тиісті жұмыстарды біз атқардық. Сол жердегі адамдарға бірнеше медициналық көмектер көрсеттік. 10 үлкен сыйлықты автобуспен
сол Арыс қаласына баратын, Алматы қаласына келген адамдарды осы жерден жеткіздік. Кері қарай қайтамын деген адамдарды Ақтөбе облысына дейін автобуспен алып бардық. Осы жерде қалып демаламын деген адамдардың барлығына қонақ үйлерде орын тауып бердік. Бір күн, екі күн осы жерде демалды. Одан бөлек біздің облысымыздың жұмылуына байланысты 40 тоннадан астам гуманитарлық көмек көрсеттік. Оның ішінде күнделікті пайдалану заттары бар. Енді үкіметтің президентіміздің тапсырмасына байланысты Арыс қаласында әр облысқа Арыс қаласын қалпына келтіру бойынша тиісті жұмыстар бекітілген болатын. Біздің Қызылорда облысына Арыс қаласында нөмірі 6 участок беріліп отыр. Ол нөмірі 6 участокке 14 көше, 5 әлеуметтік нысан, 10 коммерциялық нысан, 254 тұрғын үйді қалпына келтіру бойынша тапсырмалар берілді. Осы тапсырмаларды жүзеге асыру бойынша тиісті жұмыстар жасалып жатыр. Бүгінгі күні 100-ге жуық 4 топтан тұратын 20 құрылыс компаниялары сол жерде жұмыстарын жасап жатыр. 254 үйдің бүгінгі күні 100-і қалпына келтірді. Бір үйдің өзінің егесінің ұсынысы бойынша орын алаңсыз снаряд түсіп жермен жексен болған. Соның ұсынысы бойынша біз жаңа заңдылыққа сәйкес қарап, жаңа сол үйді қалпына келтіретін, қалпына келетін жаңа үй алып беріп жетіп отырмыз. Мен өзім барып көрдім, жұмысымен таныстым. Бұл мәселе бойынша облыс әкімінің орынбасары Мұрат Самратұлы тығыз айналысып кетіп жатыр. Сөз орайында әр кезде қысылғанға қол ұшын созып, қайғысын бөлісуге әзір халқы, оның ішінде өздеріңізге Арыс қаласының тұрғындарына көрсеткен көмектеріңіз үшін шынайы алғысымды білдіремін. Шын мәнінде жерлестеріміз бабаларымыз салып кеткен ізгі жолдан айнымай, бірлік бар жерде ынтымағы жарасқан тірліктің бар екендігін тағы да дәлелдеді. Құрметті депутаттар, әріптестер, Қызылорда облысының әкімдігі Қазақстан Республикасының тұңғыш президенті Нұрсұлтан Әбішұлы Назарбаевтың төрағалығымен өткен Түркістан облысының әлеуметтік экономикалық даму мәселелері туралы кеңестің хаттамалық тапсырмасын орындау мақсатында Түркістан қаласында халыққа қызмет көрсету кешенінің шығыс моншасы құрылысын жүргізуде. Бүгінгі күні құрылыс қарқынды жүруде, жұмысшылар екі ауысымда жұмыс жасауда. Амандық болса, кешеннің құрылыс жұмыстары жоспарына сәйкес осы жылдың тамыз айында аяқталып, қыркүйек айында пайдалануға берілетін болады. Осы жерде 2019 жылдың бірінші жартыжылдығында атқарылған жұмыстарды және алдағы міндеттерді қорытындылаймыз. Күн тәртібіне сәйкес барлық мәселе айтылды деп ойлаймын. Одан бөлек, құрметті депутаттар, биылдың өзінде осы мына сіздердің тараптарыңыздан бізге 103 ұсыныс, жаңағы ой пікірлеріңіз, талаптарыңыз келіп түсті. Ол ұсыныстарыңыздың барлық жаңағы қаржылық қажеті 10 миллиард теңгеден асып отыр. Бүгінгі күні сіздердің осы ұсыныстарыңыздың 60%-ы біз қанағаттандырдық. Енді 40%-ы жылдың аяғына дейін кезең-кезеңмен тиісті бюджеттердің мәселесіне сәйкес шешілетін болады. Өздеріңіз білесіздер, ағымдағы атқаратын ауқымды жұмыстар өте көп, оны өздеріңізбен бірлесіп жүзеге асыратын боламыз. Облыс тұрғындарының тұрмыс сапасын жақсарту, облыстың экономикасын дамыту жолындағы жұмысымыз табысты болсын. Рахмет. Құрметті депутаттар, баяндама аяқталды. Қуанышбек Досмайылұлы оның орнына жайғасуына рұқсат етейік. Енді сөз сөйлеуге алдын ала жазылған әріптестерімізге сөз кезегін береміз. Сөз облыстық мәслихат депутаты Әлімқұлов Темірхан Мәлікұлына беріледі. Қадірлі әріптестер, құрметті Қуанышбек Досмайылұлы. Аймақ басшысы ретінде беріп жатқан бұл есеміз сіздің бұған дейінгі де өзіңіздің қызметіңізде бізбен етене жасаған жұмыстардың маңызды бөлігі. Яғни аймақтың соңғы жылдарда қол жеткізген барлық қомақты табыстары облысты 7 жылға жуық абыройлы басқарған Қырымбек Елеуұлының игі жұмыстарының нақты көрінісі, нәтижелі жұмыстарының жалғасы. Енді әрі қарай да осы жетістіктерді еселей отырып, қабылдаған тиісті бағдарламалар мен жобаларды жүзеге асыруды жалғастыру басты міндет. Осы тұрғыда тиісті құрылымдар бірлесіп, оң бастамаларға жол ашып, табыстарға жеткізуді тілектеспін.
бүгінгі санамызда орныққан жаңарған жолдар мен қарыстай дамып келе жатқан инфрақұрылымдар, халық игілігіне беріліп жатқан әлеуметтік нысандар мен жеке тұрғын үйлер, көпбалалы аналар мен әлеуметтік топтарға жасалып жатқан көмектер мен қолдаулар ұлтымыздың рухани жаңғыру бағытында келелі маңызды істеп, халықтың сезімі мен сеніміне оң әсерін тигізіп ықпал етуде. Бұл жөнінде баяндамада біршама аталып өтілді. Облысымыздың экономикалық әлеуметтік даму динамикасының көрсеткіштерімен баршамыз таныспыз деп ойлаймын. Өңіріміздің жетістіктерімен қатар проблемаларда үнемі мәслихат пен әкімдіктің назарында екені белгілі. Қазіргі ең өзекті мәселе азаматтардың өмір сүру сапасы мен олардың әл-ауқатын арттыру. Мемлекет басшысының тапсырмаларына сәйкес аймағымызда тиісті жұмыстар атқарылуда. Атап айтқанда, бала күнгі жобасы аясында белгілі азамат Болат Өтеміровтың жеке қорымен бірлесе отырып, Бәйтерек шағын ауданында астам туған көпбалалы 100 отбасы тұрғын үймен қамтамасыз етілді. Үйлер мәселесі шешілді. Облыс тұрғындарымен қатар мәслихат депутаттары мен басшылары бүкіл елді біріктіріп жатқан Арыс қаласының қомақты үлестерін қосуда. Соңғы жылдары облыс орталығының өзінде 15 шағын аудан салынып, 139 көпқабатты тұрғын үй пайдалануға беріліп, облыс әкімдігінің бастамасымен көшбасшы аймаққа айналды. Тұңғыш президент елбасы Нұрсұлтан Әбішұлы Назарбаевтың қолдауымен жасалған Қызылорда облысының 2019-2022 жылдарға арналған әлеуметтік экономикалық дамуының кешенді жоспарын тұрғындар ықыласпен қабылдады. Осы орайда өңірлік коммуникациялар қызметінде өткен брифингте өзіңіз кешенді жоспар жайында егжей-тегжейлі жеткіздіңіз. Кешенді жоспар 119 іс-шарадан құралып, жалпы көлемі 119,7 миллиард теңгені құрап отырғандығы баяндалды. Бүгінгі есебіңізде де алдағы жылдары қандай басымдықтарға мән беріледі, барлық салалар бойынша қандай ауқымды істер атқарылатынын естіп білдік. Ендігі міндет бәріміздің бір жеңнен қол, бір жағадан басшылары бірлесе отырып, екпінді еңбек үлгісін көрсетіп, нәтижелі табысты жұмыс атқаруды қоймақ. Қуанышбек Досмайұлы, сіз бұл өңірдің барлық өзіндік ерекшеліктерін жақсы білесіз. Және ондағы барлық мәселелердің оң шешімін табуына араласу арқылы өмірлік жинаған іс тәжірибеңіз жеткілікті. Бүгінгі дейінгі жүктелген функциялар мен міндеттерді орындауға берген есеңіз бен бастамаларыңызды қолдай отырып, өңіріміздің өркендеу бағытында тиісті жобалардың жоғары деңгейде жүзеге асатынына сенімдіміз. Және ел болашағы жолындағы игілікті істеріңізге сәттілік тілеймін. Құрметті әріптестер, өткенімізді құрметтеп, игілікті істеріміз бен бір нәтижелі жетістіктерімізбен қуана білейік. Бірлік атқару жұмыс ауқымы өте көп. Сол жолда абырайлы болып, жолдарыңызға тілектеспін. Келесі сөз облыстық мәслихат депутаты Әбдікәрімов Шәкизада Өтепбердіұлына беріледі. Құрметті әріптестер, қосылғыштардың орны өзгергенмен қосынды өзгермейді деген қарапайымды, мазмұнды да жұртқа түсінікті бір арифметикалық ұғым бар. Мен облыс әкімінің бүгінгі баяндамасын тыңдап отырып, жергілікті билік эшелонындағы өзгерістерге қарамастан біздің Сыр өңіріндегі сол жылдың басынан бергі ұзақ жылдарға арналған бағдарламалар бойынша жұмыстың лек-легімен, рет-ретімен, өз деңгейімен жүріп жатқан көріп, осы бір формула есіме түсті. Шынын айтқанда, қоғам және мемлекет қайраткері Қырымбек Елеулі Көшербаевтың үзеңгілесі Қуанышбек Досмайұлы Ысқақовтың баяндамасындағы айтылған жайттардың бәрін біздер депутаттар, қоғам өкілдері кезінде қолдап, саралап, екшеп, едеп отырғанбыз. Менің осындай жетістіктерге жетуімізде тек біздің экономикалық көрсеткіштеріміз ғана себеп болды деп ойлайсыздар ма? Мен ең бірінші айтар едім, бұған ең бастысы сыр бойы жұртшылығының консенсустық, корпоративтік, рухани көзқарасы. Біз байқап отырсаңыздар,
басқа өңірлерге қарағандағы біздегі әлеуметтік күрделі мәселелердің өзі қай уақытта да ымырашылдықпен, түсіністікпен, кейбір қасаң мәселелердің өзі бір уағдаластықпен шешіліп отырады. Сондықтан да басқа өңірлерге қарағанда біздегі әлеуметтік жарылыстардың болмауы, оның алдын алу шараларындағы рухани құндылықтардың біздің өңірімізде қалыптасып келе жатқанын көріп отырмыз. Және де бір айтатын нәрсе, рухани жаңғыру бағытында ойласа, сыр өңірі. Біз кейде 98%, 97% деп сөйтіп айтып отырамыз, бірақ ол менің ойымша бұның өзінде бір шамалы бір артықтау сияқты. Біз 100% пайызбен өлшемей тұтас ұлттық тілде, ұлттық тәрбиеде өскен өңіріміз. Сондықтан осы жылдардың көлемінде рухани жаңғыру бағдарламасы бойынша осы жартыжылдықта 350 миллион теңгеге 126 іс-шара жүзеге асырылған екен. Оған жергілікті меценаттар мен демеушілердің қосқан 4,4 миллиард теңгесін қосыңыз. Осы жұмыстардың барлығында, мысалы атқарылып жатқан жұмыстардың барлығында біз ата-баба мұраларын насихаттап жаңғырту ғана емес, бүгінгі қоғамдағы рухани құндылықтарды қалыптастыру болып табылады. Соған байланысты мәселен біздің рухани жаңғыру бағдарламасы бойынша біздің даланың қасиетті жерлері, сондай-ақ ұлы көне дәуірдің әдеби жәдігерлері, сыр өңірінің түркі мәдениеті мен тарихындағы алатын орны төңірегіндегі іс-шаралардың барлығы осы жартыжылдықта өтті. Біз оның куәсі болды. Сондай-ақ туған жер бағдарламасы бойынша, жобасы бойынша 2 миллиард теңгенің көлемінде демеушілік жасалып, аз қамтылған отбасыларға, басқа да мәдени, әдеби, рухани жобаларға жұмсалды. Оның рахатын да, оның рухани қайтарымын да өзіміз көріп отырғанымыз рас. Мен бұл жерде облыстың әкімінің баяндамасында көрсетілген цифрларды жаңғырту ойында жоқ. Өйткені рухани құндылықтар ол цифрлық көрсеткіштермен өлшенбейді. Сол өңірдегі соның қалыптасқаны, соның әлеуметтік қайтарымы, рухани қайтарымын арқылы өлшенеді. Сондықтан бұл цифрларға сыймайтын ұғым деп ойлаймын. Сондай-ақ биылғы жылдағы тағы бір ерекшеліктеріміз жастар жылы. Жастар жылы бойынша 14 жобаға менің жобалауымша 106 миллион теңге қаржы бөлініп, қазір өзінің бағдарлама бойынша легімен жүзеге асырылып жатыр. Өздеріңіз білесіздер, кезінде елбасы осы жастарды, студенттерді жатақханамен қамту жөнінде үлкен тапсырма берген болатын. Биылғы жылы осы жастарға, студенттерге арналған 3 жатақхана пайдалануға беріледі деп жоспарланып отыр. Құдай соған жеткізсін. Ал енді тағы бір айтатын мәселе, жастарды тәрбиелеудегі, олардың бойындағы отансүйгіштік қағидаттарды қалыптастырудағы ең бір шыңдалу мектеп ол спорт саласы. Өздеріңіз кеше ғана көрдіңіздер. Қызылорда облысында қаласындағы үлкен стадион үлкен жаңғырудан өтіп, екінші жоғарғы дәрежелі деңгейге жетіп, халықаралық жарыстарда өтетін деңгейге жеткізіп жатыр. Бұның өзі жастарға жасалған қамқорлық деп түсінуіміз керек. Қазір қарап отырсаңыздар, барлық жердегі үлкен жарыстарда біздің Қызылорданың қаракөз ұлдары мен қыздарының аттары шығып жатыр. Бұл да осы өңіріміздегі бір рухани құндылықтарға қосылған бір үлес деп түсінуіміз керек. Сондай-ақ өздеріңіз білесіздер, осыдан біршама уақыт бұрын облыс әкімінің бастауымен, оның командасының қостауымен Ресейдің Мәскеу, Санкт-Петербург қалаларында осы ең бір сирек кездесетін мамандықтар бойынша студенттерді оқыту жобасы жүзеге асқан болатын. Осы уақытқа дейін менің білуімше 510 студент жастар осы оқу орындарында оқып, оның 168-і бітірейін деп отыр.
Құдайға шүкір қазірдің өзінде мына осы жастар саласына байланысты облыс әкімінің орынбасарлары, сондай-ақ басқармалар басында құзыретті орындардың қолдауымен солардың жоспары бойынша бітірушілердің біршамасы осы жергілікті жердегі өндіріс орындарында жұмыс істейін деп жатыр. Ал 40 шақтысы әлі өзінің оқуын жалғастыратын шығар. Бұл да жақсы мәселе. Естеріңізде ме, біз алғашқы кезде осы Қырымбекедегі металлургия туралы айтқанда әбден агросекторға құлағымызды үйреніп кеткен сонша, Қызылорда облысында металлургия қалай болар екен деген бір шамалы күдікті ойларға да берілгенбіз. Шын айтқан бұл ұшқары ойымыздың дұрыс емес екеніне уақыт өте көзіміз жетті. Өйткені іргеміздегі Шалқия, мына Қорасан, Шиелі, Жауырған аудандарындағы өндіріс орындарында металлург мамандықтарының аса қажеттігі. Бүгінгі индустриализациялау кезеңінде, инновациялық кезеңде бұл мамандықтардың өзі аса қажеттігі күн тәртібінде тұрған болады. Міне мамандық болатын болса, аз уақыттың ішінде оның жемісін көреміз. Енді мен рухани дүниенің өкілі ретінде бір нәрсені биылғы жылы ең бір қадам нәрсе туралы бір ауыз айтып кетуге рұқсат етіңіздер. Биылғы жылы осы көктем айының соңында Қызылорда облысында атап айтамын, 20 жылдық тарихы бар тәуелсіз Қазақстан Республикасының тарихында тұңғыш рет халықаралық парасатты поэзия фестивалі өтті. Осыдан 2 жыл бұрын тұсауын кескен бұл халықаралық қаламгерлер форумы облыстың барлық аудандарын қамтыды. Оған өздеріңіз де қатысқансыздар, көргенсіздер. Шын айтқанда біздің рухани дүниеміздің бастауында тұрған классикалық құндылықтардың бірі осы поэзия, өлең, жыр. Оның үстінде сыр елі, жыр елі деген бір үлкен брендке біз ісімен жауап бергендей болып отырды. Аудандарда, қалаларда, тіпті елді мекендердің өзінде жазушылар бар келді. 36 ақын қатысты. 4 мемлекеттен Түркиядан, Азербайжаннан, Татарстаннан және де Қырғызстаннан ақындар келді. Сондай-ақ биыл жылдың тағы бір ерекшелігі сол осы фестиваль аясында қырғыз тілінде қазақ ақындары Олжас Сүлейменовтен бастап осы уақытқа дейінгі Достық Тілеуберген, Дүйсенбек Аяшев сияқты біздің қызылордалық ақындардың өлеңдері қырғыз тілінде қотарылып солардың сөздері қотарылып, аударылып, тәржімаланып таратылды. Оның 400 данасы қазір Қырғызстанның барлық кітапханаларында бар. Бұл жөнінде жасалған пікірлерде, ұсыныстарда және де рецензияларда, әдеби журналдарда басылды. Енді аман болатын болса, биылғы жылдың аясында Қазан баспасынан сыр бойы ақындарының, өткенде қазақ ақындар еді, сыр бойы ақындарының өлеңдер кітабы татар тілінде жарық көрмек. Өздеріңіз білесіздер, Қырымбекелерінің кезінде біз Татарстанмен байланысымыз, орыстың ортасында отырған Оймауыттай елмен байланысымыз өте бір жақсы болды. Ал енді регламент болатын болса, бір ұсынысты айта кетейін. Рухани дүние төңірегінде болғаннан кейін өздеріңіздің де құлақтарын шалып жүрген, байқап жүрген, көкеліңізде жүрген бір ойлар бар. Мен ұсынысым, топонимикалық атаулардың өзі бұл жай ғана сол елдің белгісі ғана емес, сол нысанасы, межесі ғана емес, ол тарихтың түбі. Біз талай рет жырлап отырмыз, әр баяндама болса, әр сөз айтатын болса, біздің сыр өңірінде 4 астана болған, 5 астана болған деп айтамыз. Арас. Бірақ соның жаңғырығын бүгінге ертеңге жеткізу үшін қандай шаралар істеп жатырмыз? Мысалы, топонимикалық атаулардың атын жаңғырту туралы. Жақында Қазақстан президенті Қасым-Жомарт Кемелұлы Тоқаевтың жарлығымен солтүстік облыстардың бір ауданына Бейбіт Майдың есімі берілді. Бұл жай ғана емес, оның астарында саяси, рухани үлкен мазмұн бар. Сол сияқты менің бір ұсынысым, біздің Қызылорда облысындағы аудандардың барлығының атауы тарихи деректермен шендестірілген, сонымен айғақталған. Енді бір ұсынысым, мына біздің оңтүстіктегі Жаңақорған ауданын Сығанақ ауданы деп атау төңірегінде бір қоғамдық пікір, осыған депутаттардың қолдауы,
осы төңірегінде ой пікірлерді қалыптастыру күн тәртібіне келген сияқты. Бұны айтып отырған себебім, Жаңақорған ауданы Түркістан былай ұстасы, қайнасы, қайындасып жатқандықтан кезінде бұл төңіректегі ондаған жүздеген қорғандар болған. Бір қорғанның үстіне секіріп мінген Ылақ Түркістанға дейін сол девалмен секіріп барады екен деген аңыз да болған. Ал Жаңақорған атауы кезінде Қоқан, Хорезм, Бұхара хандықтарының осы оңтүстік орталық өңірлердің кезінде билік жасалған кезіндегі қойған атауы. Оның шын атауы Яңы Қорған. Жаңадан қорған деген сөз, салынған қорған жаңадан. Бұрынғы мына сығанақ басқаларды қойғанда, одан кейін беректегі 18 ғасырдағы қорған. Енді бір ұсынысым уақыт келген сияқты, сыр өңірдегі рухани жаңғырудың бір апогейі сияқты. Осы Жаңақорған ауданы Сығанақ ауданы деп өзгертуге бәріміз атсалысса, осыған қоғамдық пікір туғызуға нақты деректер төңірегінде. Бұл ретте бір аргументті қажет жоқ қой деп ойлаймыз. Қиын күндерде де қаржы мәселесі, материалдық шығындар туралы біз талай айтқанбыз. Оны амандық болатын болса, сол өңірдің өзіндегі инновацияны жаңағы индустрияны дамытып жатқан мекемелер бар, солардың да қолдауымен, көмегімен жүзеге асырылады ғой деп ойлаймыз. Бірақ сіздердің көкейлеріңізде тұрған бір сөз бар ғой, жылдар бойы, ғасырлар бойы біздің Жаңақорған деген атауымызды қаяққа жоғалтамыз деп, оны жоғалтпайды. Мүмкін Сығанақ ауданы болғанмен оның орталығы Жаңақорған қыстағы болуы мүмкін. Сондықтан осы мәселе төңірегінде ойланып жүрсек дейміз. Бұны атқарушы биліктің құлағына айтып жатқан. Ал енді не дейміз? Облыс әкімінің баяндамасын қанағаттану сезімімен қабылдады. Әлгінде қабылдаудың кезінде бірлесіп, қолдап жұмыс істейміз деп, сондай бір ымырашылда, сондай бір әдемі жылы сұхбат болды. Сондықтан айтарымыз, қолдайық аймақ әкімін, күні-түн аттан түспесін, қаттырақ қысып тақымын, шапқылап жұмыс істесін. Рахмет. Сөз қосымша хабарлама жасау үшін арнайы шақырылған Атамекен облыстық кәсіпкерлер палатасының директоры Жақсылықов Ғалымбек Жақсылықұлына беріледі. Регламент сақтайық. Құрметті Машбек Мұстаевна, құрметті депутаттар, қадірлі әріптестер, кәсіпкерлер палатасы құрылған күннен бастап жергілікті атқарушы орган, оның ішінде облыстық әкімдікпен бірге әріптестік негізде жұмыс жасап келеді. Кәсіппен айналысуға ниетті азаматтарға жеңілдікпен несие алуға мүмкіндік берген Қызылорда өңірлік инвестициялық орталығының құрылуы. Өздеріңіздің қолдауларыңызбен облыстық мәслихаттың, облыстық қоғамдық кеңестің, Нұр Отан партиясының облыстық филиалы және өңірлік кәсіпкерлер палатасының біріккен шешімімен жаппай кәсіпкер дамудың 3 жылдығының жариялануы, облыс әкімдігімен арадағы меморандум. Міне осы бірлесе қабылдаған шараларымыз бүгінде нәтижесін беруде. Ең бастысы, халық қолдаудың бар екенін көріп отыр. Мемлекеттік бағдарламалардың әлеуетін қолдануда. Әрине, кейде мемлекеттік қызметкерлердің арасында да кәсіппен айналысып келетін азаматтарға әкімшілік кедергі келтіріп, жұмыс жасауына мүмкіндік бермейтін азаматтар кездеседі. Бұл ретте күні кеше мемлекет басшысының үкіметтің кеңейтілген отырысында отандық бизнесті жан-жақты қолдау және бизнес кедергі келтірмеу туралы берген тапсырмасы бұдан кейін жоғарыда айтқан азаматтардың тірлігіне сау болады деген үміттемін. Осы жерде бір мәселеге тоқталып өткім келіп отыр. Бұған дейін облысымызды басқарып кәсіпкерліктің дамуына қолдау көрсетіп келген Қырымбек Елеуовтың бастамасын Қуанышбек Осмайұлы нық жалғастыруда. Өткен сенбіде аймақтың тауар өндірушілерінің басын қосқан Қазақстанның үздік тауары 2019 өңірлік көрме байқауын жергілікті атқарушы органмен бірге абыройын өткізіп шықты. Оның үстіне аймақ басшысы тағайындалған күннен кейін кәсіпкерлік мәселесіне қатысты сала басшыларын қабылдап, алдағы бағыт-бағдарымызды анықтап алды. Қуанышбек Осмайұлы мәселелер шешімін күтіп тұрған кәсіпкерлерді жағдайымен танысып, оң шешімін қабылдауға сала басшыларына тапсырма берді. Бұдан өзге жақын арада бірлескен кәсіпкерлердің құқығын қорғау және сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл кеңесін бірлесіп өткізетін болып келісті.
Бұл қадамдарға қарап алдағы уақытта да бизнес пен билік әріптестік негізінде тығыз қарым-қатынаста жұмыс жасайды деп сенімді айта аламын. Баршамызға жұмысымызға сәттілік тілеймін. Рахмет. Сөз облыстық мәслихат хатшысы Байқадау Наурызбай Сейітқалиұлына беріледі. Құрметті сессия қатысушылар, құрметті әріптестер, құрметті Қуанышбек Досмайұлы. Облыс әкімі Қуанышбек Досмайұлы жаңа өткен жұмыстарға және алдыға атқарылған міндеттердің барын ашып көрсетті. Мен бүгін сессияда Қазақстан 2050 стратегиясын іске асыруға кіріскен 2013 жылдан бергі өңірімізді даму жұмыстары нәтижелері мен алдағы міндеттердің сабақтастығы туралы пікір білдірсем деп тұрмын. Осы 6,5 жылдың ішінде тек қана тұрғындардың тұрмыс сапасын арттыру бағытындағы жұмыстардың нәтижесінде облысымызда 70 мыңдай жаңа жұмыс орындары ашылса, соның ішінде жұмыссыздықтар азайып, әсіресе жастар арасындағы жұмыссыздық мәселесі 6,7%-дан 4,2%-ға төмендеді. Облыс тұрғындарының 95%-ы орталықтандырылған ауыз судың, 63%-ы көгілдір отын игілігін көруде. Облыстық және аудандық автомобиль жолдарының 64%-ы жақсы және қанағаттанарлық жағдайға жетті. Тұрғындарға берілген пәтерлердің саны 2,6 есеге өсті. Апатты жағдайда үйде тұратын тұрғындардың мәселесі шешіліп 650-дей пәтер үлестірілді. 200-дей әлеуметтік нысандар іске қосылып, оның ішінде 49 денсаулық сақтау, 37 білім саласындағы апаттық нысандар қайта салынып шықты. Бұл цифрлап жалғастыра беруге болады. Негізгі басты жемісін осы уақыттағы біздің қоғамдық санамыздағы сілкініс. Адамдардың өз арасындағы алдағы өміріне, билікке деген сенім артты. Міне осы уақытта тәуелсіздігімізден оянған қазақ енді әрқашан ойланып жұмыс істеу керек екендігін түсіндік. Міне осы аталған уақытта өңірдің басшылығы болған Қырымбек Елеуұлының осы жұмыстарда өзінің қолтаңбасы бар. Сөйтіп Қырымбек Елеуұлы күшті, жасампаз, терең ойдың, оралымды шешімдердің иесі, адам ретінде тартымды, ұстаз ретінде сезімтал, әкім ретінде талапшыл қасиеттермен бізді жетістікке жетеледі ғой деп ойлаймын. Ендігі жерде жеткен жетістіктерімізді тоқтатпай, жоғалтпай, сабақтастық күн көрілу мәселесі тұр. Ол бағытта атқаратын жұмыстардың барлығын бүгін облыс әкімі сіздерге баяндамасында ашық айтып көрсетті. Бірлесіп атқаратын жұмыстардың беті ашық, мақсат айқын. Ендеше елбасының төрағалығымен өткен қауіпсіздік кеңесіндегі облысымызды дамытудың кешенді жоспарын, мемлекет басшысы Қасым-Жомарт Кемелұлы-Тоқаевтың бастамаларын, облыс әкімі Қуанышбек Досмайұлының ұсыныстарын қолдай отырып, ортақтастық қанымен бірлесе жұмыс атқарамыз деп ойлаймын. Оған бүгінгі мәслихат алаңындағы жиынымызда куә болады. Кеше 15 шілдеде өткен кеңейтілген үкімет отырысында мемлекет басшысы бюджетті тиімді пайдалану жөнінде мәслихаттардың алдында міндет қойды. Міне осы орайда мәслихат депутаттары жергілікті сала басшыларымен, атқарушы билікпен осы бағытта жұмыстарды жүргізетінін дұрыс жүргізе алады деп біз сенеміз. Бірақ барлық мәселені тек қана бюджетке қаратып қоюымыздағы жараспас. Кезінде Черчилль айтқан екен, деньги создадут видимость работы, проблем не решается, деньги есть проблемы деп. Ендігі кезекте сонымен қатар рухани идеологиялық жұмыстарымызды қатар алып жүруіміз керек. Экономика өріліп жатқан күш болатын болса, идеология оның арасындағы сенен. Мына отырған барлығымыз көшбасшыдар өз деңгейлеріңізде. Осыншама көшбасшы отырып, бүгінгі таңдағы идеологиялық жұмыстарға ие бола алмаса, бүгінгі таңда әлеуметтік әлек тудырып отқан мына қоғырлық психологияның ықпалынан шыға алмаймыз. Ендігі мақсат облыс әкімінің қойып отқан міндеттерін халыққа жеткізу, насихаттау және соны